Миксерсіз өте биік, жұмсақ пирог дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды електен өткізіп аламыз. Ұн, какао, қант қосамыз, қамыр қопсытқыш, ас содасын қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Оның үстіне 3 жұмыртқамызды, сүтімізді қосамыз, сұйық майымызды, ең соңында алмалы уксус 6%-лық 1 шай қасық қосасыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар, арасы түйіршік болып қалып кетпесін. Сұйық массамыз дәл осы видеодағыдай болу керек. Табаны желінетін маймен немесе сұйық маймен майлап, сұйық массамызды құйып, қызып тұрған пеште 150 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен дайын болады. Парақшама тіркеліп, осы видеоны қолдап қойыңыздар.